Облыс әкімдігінде 2022 жылы шаруаларды мемлекеттік қолдау шаралары мен 2023 жылға арналған жоспарларға талдау жасалды. Шаруаларға жеңілдетілген несие мен субсидия беру мәселесі қаралды. 2022 жылдың соңында іскер бағдарламасы бойынша Абай облысына аграрлық өнеркәсіптік кешен саласындағы жобалар үшін шағын несие беру бағдарламасы бойынша 1,9 миллиард теңге бөлінген. Абай облысында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын бір деңгейде ұстап тұру үшін дүкендерден, базарлар мен ірі супермаркеттерде бағалауды бақылайтын 152 мониторингтік топ жұмыс істейді. 2023 жылдың басынан бастап облыстың барлық ауданда 112 ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өткізілді. Бағаны ұстап тұру бойынша 1260 меморандумға қол қойылды. Онда сауда кәсіпорындары ең төменгі сауда үстемесін 10%-дан асырмауға міндеттеме алды. Семей қаласының бизнес және сервис колледжінде басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлеріне арналған салтанатты жиын өтті. Кездесу майданда құрбан болған аталарымыз бен әкелеріміздің мәңгі жас болып жадымызда сақталып қалған жауынгерлер мен офицерлер рухына, бейбіт кезеңде дүниеден өткен ардагерлерге, бүгінде ортамызда жүрген ардагерлердің құрметіне арналады. 1992 жылғы 10 қыркүйекте Қазақстанда жиынтық қазақстандық батальонды Тәжік-Ауған шекарасында тәуелсіз мемлекеттер достастығының сыртқы шекараларын күшейтуге жіберу туралы қаулы қабылданған. Қазіргі таңда Семей қаласында 150 ардагер тұрады. Семей қаласының әкімі жиынға қатысып, ардагерлерді құрмет грамотасымен марапаттады. Абай облысының Бесқарағай, Көкпекті аудандарында көктемгі су тасқынының алдын алу шаралары жүргізілуде. Аудандарда биылғы жылы жауған қар көлемі былтырғы жылмен салыстырғанда 2-3 есеге көп. Бүгінгі күні Көкпекті ауданының барлық елді мекендерінде қар шығару жұмыстары жүргізілуде. Жұмыс барысында 12 техника және 40 адам жұмылдырылды. Бесқарағай ауданының әкімі Талғат Мұратов Жетішара ауылында көктемгі су басу қаупі бар орындарды аралап, су басу қаупінің алдын алу бойынша тиісті шараларды жүргізуге бағытталған арнайы жоспар әзірлеп, күнделікті бақылау жүргізуді тапсырды.